Сәлем достар, мен сіздерге мынадай жұмсақ таңғы асқа өте дәмді кететін, балалар тез жейтін пицца жасауды үйретемін. Оған көп заттар керек емес. Таңғы асқа 1 сағаттың ішінде дайын болады. Ол үшін достар, осындай пицца жасау үшін 200 мл суды бір ыдысқа құямыз. Оның үстіне дәл сондай мөлшерде сүт, жарты шыны шемешкі май және 3 жұмыртқа саламыз. Сосын кішкентай 1 шымшы тұз бен 1 қасық разрыхитель саламыз да араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ішіне 2,5 кесе ұн қосамыз. Сосын барлығы қоймалы жым болғанша араластырамыз. Бұл сұйықтық блинчикке пісіретін массаға ұқсайтын болады. Дәл сондай. Тек ішіне секер салмаймыз болды. Осылай араластырып аламыз, өзімізге керектегідей. Дайын болған массаны осылай противенге қағаз жайып үстіне құйдым. Барлығын осылай противенге жаямыз. Жұқа қылып қоюға болады, қалың қылып қоюға болады. Оны өздерін шешесіздер. Бәрібір пісетін болады. Сосын осылай жайып алғаннан кейін үстіне сыр септім. 4 бұрышты қылып туралған қызанақ, болгар бұрышы, колбасаны осылардың үстіне септім әрі қарай. Сеуіп шықтым. Кейін оны 200 градус қызып тұрған пеште 1 сағат пісірдім. Пісуіне примерно 5 минут қалған уақытта бетіне сыр септім. Қазір салмаймын сырды. Кейін пісуге 5 минут қалған уақытта себеміз қыздар. Қыздар қараңыздаршы, осыдан кейін піскеннен қандай тәтті және жұмсақ болып піседі. Бұл таңғы асқа таптырмайтын рецепті қыздар. Сіздер үшін дайындадым. Каналға жазылыңыздар. Маған лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған Ice KZ каналы.